Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай әрі қарапайым жасалатын сүзбелі пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен өлшеп алған ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап крошка етіп араластырамыз. Егер сіздерде сары май салқындау болса, онда үкіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Және де сары майдың пайызы жоғары болса, сіздерде пирог өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сол себепті маргаринді емес, пайызы жоғары сары дүкеннің майын пайдалансаңыздар дұрыс болады. Одан соң үстіне шым-шым тұз, 1 шай қасық ванильді қант, 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Мінекей көргендеріңізде бізде осындай крошка пайда болуы қажет. Одан соң үстіне жұмыртқамызды салып, барлығын бір келкетіп араластырамыз. Арасына сүт, айран, ештеңе қоспаймыз. Тек қана бізде осындай қамыр болуы қажет. Егер сіздерде қамыр бір-біріне қатты бірігіп кететін болса, онда арасына сәл ұн қосып жібересіздер. Себебі бізде жаңағы крошка тәрізді теста болуы қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбе, қант, жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай блендер, миксерді пайдаланудың қажеті жоқ. Қасықпен де осылай араластырып алсаңыздар болады. Сүзбенің барынша құрғақ болғаны дұрыс, себебі тестаға салғаннан кейін олар арасы дұрыс піспей, шикі болып қалуы мүмкін. Сол себепті егер де сүзбелеріңіз сулы болып тұрса, оны міндетті түрде сығып салғандарыңыз дұрыс, суынан ажыратып. Енді менде форманың диаметрі 26 сантиметр. Жаңағы дайындап алған крошкаларымыздың, яғни қамырымыздың жарты бөлігін астына төсеп аламыз, осылай жайғастырып. Бортикеларын орналастырсаңыздар да болады. Қаласаңыздар, қаламасаңыздар бортикені шығармай-ақ бір келке етіп жая берсеңіздер болады. Одан соң жаңағы дайындап алған сүзбемізді жайғастырамыз. Мен қолдың сүзбесін пайдаландым. Сіздер міндетті түрде жаңағы құрғақ сүзбені пайдаланыңыздар. Енді орналастырамыз салманы. Келесі бетіне қамырымыздың екінші бөлігін сүзбенің бетіне сеуіп шығамыз. Міндетті түрде екінші бөлігін алып қалыңыздар. Қамырын ешқандай тоңазытқышқа қоюды қажет етпейді. Енді осылай бір келкетіп барлығын орналастырып алғаннан кейін 180 градуста шамамен 30-35 минуттай, яғни беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Беті қызарған бойда сіздер бірден ала берсеңіздер болады. Міндетті түрде 170-180 градуста пісіріп алыңыздар. Сонда бізде пирог толықтай пісіп шығады. Пісіп шыққаннан кейін бірден формадан алсаңыздар да болады, немесе суытып бар формадан алсаңыздар болады. Бірден тарелкамызға салып, суығаннан кейін кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте жұмсақ әрі дәмді, оңай дайындалады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, парақшамдағы қоңырауша белгісінде басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен видео салған кезде сіздер бірден рецепт салған бойда көре алатын боласыздар. Алдағы уақытта сіздерге тегін видео рецепт мастер-класстарын ұсынатын боламын. Парақшамнан алыстамаңыздар. Жоғарғыдағы инстаграм парақшама да тіркеліп қойып, күнделікті ас мәзірімде дайындалатын тәтті дәмдердің рецепттерімен де бөлісетін боламын. Егер де дәл осы рецептпен жасасаңыздар, мені белгілеп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.